Баршаңызға сәлем. Менің есімім Алуа. Каналыма қош келдіңіздер. Осы видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Біз бұл видеода осындай әдемі қазіргі балалардың трендтегі шапкаларының бірі эльф шапкасын тоқитын боламыз. Бұл шапканың бір ерекшелігі басынан аяғына дейін резинка әдісімен тоқылады, яғни бұлай созыла береді. Егер де бір жасқа деп тоқысаңыз, оны 2 жасқа дейін де киюге болады. Себебі бұлай созыла береді. Балаларға кидіруге өте ыңғайлы, әдемі шапкалардың бірі. Бұл шапканы мен осында жіппен тоқыдым. Тунч Лараул Wool Blend. Құрамы 25% шерсть, 75% акрил метр. Және де спицияның номері 4 пен 6, 6 номерлі круговой спициямен тоқылады. Мен бұл шапканы осы жіппен тоқыдым. Бізге қажетті құрал жабдықтар. Мен Alize Lana Gold Classic жібін пайдаландым. Түріктің жібі, құрамы 51% акрил, 49% шерсть. 4-те 6 номерлі спициялармен тоқуға болады деп жазылған. Түсі 265 номерлі түс. Сіздер кез келген жіппен тоқи берулеріңізге болады. Және де 4 номерлі спиция. 4 номерлі круговые спициямен тоқимыз. Және де 2 маркер керек. Сосын қайшы міндетті түрде. Және мынандай тебеніне. Ең соңынан жіптерді бекіту үшін және де 2 жағын бір-біріне қосып бекіту үшін қолданылады бұл тебеніне. Біз бұл видеода 1 жасқа дейінгі балаға арналған шапканы тоқимыз. Ол үшін 90 ілмек саны теріп аламыз. Кішкене жіпті ұзындай қылып ала беріңіз, ештеңе етпейді. Бір шапкаға осы 1 моток жіп артығымен жетеді. 90 ілмек іліп аламыз. Жіпті осылай ұстаймыз міне. 2 бізді басын қатар ұстаймыз осылай. Жіпті осылай ұстаймыз ғой. Осылай басынан әкелеміз да, былай бармақтың жанымен осылай іліп аламыз да, жіпті былай шығарамыз. Сонда 2 ілмек қатар ілінеді бастапқыда. Қайтадан көрсетіп жіберейін сіздерге. Басынан ілеміз, бармақтың жанындағы жіптен өткіземіз да, екінші саусақтағы жіпті бізге илеміз да, бүйтіп шығарамыз. Сонда 2 ілмек қатар ілінеді. Осылай 90 ілмек іліп аламыз. 2 кетті, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ау, 7-еу, 8, 9, 10. Осылай 90 ілмек іліп аласыздар. Міне 90 ілмек іліп алдық. Енді мына бір бізді суырып аламыз ақырын. Жібіміз шықпайтындай. Осылай суырып аламыз. Өте ұзын болып кетсе, шамалы қиып тастауларыңызға болады. Мен жетпей қалама деп ұзын алып қойыппын, ештеңе етпейді. Шамалы ғана қиып тастадым. Енді мына жіп ілген қатарымыз бұл есептелмейді. Кейбір қыздар осы қатарды есептеп жүреді, 1-ші қатар деп. Менің өз басымда да болған осыны 1-ші қатар деп есептеп кеткенім. Бұл жіп ілмектер ілген қатарымыз бұл есептелмейді.
Енді біз бірінші қатарды бастаймыз. Бірінші қатарда бір ілмекті іліп аламыз жай ғана. Одан кейін 5 ілмек оң тоқимыз. Бергі қабырғасынан аламыз жағынан. Осы жағынан былай оң тоқимыз. 2, 3, осы бергі қабырғасынан. 4, 5, 6. 6 ілмек оң тоқылады. Мына шетіндегі ілмекті қосқанда 6 ілмек оң тоқимыз. 3, 6. Енді осы жерге маркерді қойып қоямыз, белгі қылып. Келесі 2 ілмек сол тоқимыз. Ортасынан іліп аламыз. Бұл кезде ортасынан неміз былай бін. Ортасына кіргіземіз де, былай жіпті шығарамыз. Екіншісіне тағы да ортасына кіргізіп, осылай жіпті шығарамыз. Келесі 2 оң тағы да. Екі сол. 2 оң. 2 сол. Ортасынан кіргізіп, жіпті былай суырып аламыз. Осылай 2 оң, 2 сол әдісімен бізіміздің аяғында 6 ілмек қалғанша тоқып шығамыз. 6 ілмек қалғанша 2 оң, 2 сол тоқи береміз. Басында қалай бастадық, 6 ілмек соған дейін тоқи береміз. 2 сол кетті. Енді 2 оң алам. Осылай аяғына дейін жалғастырамыз. Міне аяқ жағына келдім. 2 солмен тоқтадым. Міне басында да осылай 2 сол болған. 6 оңнан кейін 2 солмен бастағанбыз. Міне 2 солмен аяқтадық. Енді осы жерге екінші маркерімізді қойып қоямыз. Міне екінші маркерімізді осы жерге қойып қоямыз. Келесі 6 оңымызды тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Соңғы жіпті солдан сол тоқимыз. Міндетті түрде солынан тоқимыз. Сол аламыз. Міне, біздің бірінші қатарымыз бітті осымен. Келесі екінші қатарда міне оң жағы ғой. Оң жағында 6 оң тоқтыға 2 жақ шетінен. Енді оны теріс жағынан қараған кезде сол болып көрінеді. Осы сол күйінде тоқимыз. Ешқандай өзгеріс жасамай, ішкі жағында сол болып көрініп тұр ғой. Осы сол күйінде тоқимыз. Бірінші ілмекті жай ғана іліп аламыз да. Келесі ілмектерді сол қылып тоқимыз. Міне. 6, 3, 4, 5, 6. 6 ілмек сол тоқылды. Келесі оң. Міне оң екен көрініп тұр, оң алынған. Оң тоқимыз. Келесі де сол. Тағы да қайталана береді. Бұл екінші қатарымыз. 2 оң, 2 сол, 2 оң. Осылай аяғына дейін қайталана береді екінші қатарымыз. Осылай аяғына дейін тоқи бересіздер. Міне екінші қатардың аяғына келдім. Оң тоқып алдым. Маркемізді ана жақ бізге ауыстырамыз да. Соңында 6 сол тұр ғой, сол 6 солды сол қалпында тоқимыз. Ешқандай өзгеріссіз тоқи береміз. Бұл бізде екінші қатар.
шетіндегі жіп тартып қойсаңыздар болады, тартылып тұрады. Келесі үшінші қатар. Үшінші қатарда ешқандай өзгеріссіз тоқылады. Яғни әр төрт қатар сайын бізде екі жақ шетіне екі жіп қосылып отырады. Қазір оны төртінші қатарда көрсетем. Үшінші қатар тағы да ешқандай өзгеріссіз тура осылай тоқып шығасыздар. Міне басында 6 оң тұр ғой. Осы 6 оңды бір аласыздар. Одан ортасындағылар 2 оң, 2 теріс. Соңына дейін тоқимыз. Және соңында да 6 оң тұр. Осы 6 оңмен тоқтаймыз. Үшінші қатар осымен бітеді. Осылай үшінші қатарда да аяғынан тоқып шығамыз. Бірінші ілмекті іліп аламыз жағын. Бұны тоқымаймыз. Келесі оң, 5 оң іліп аламыз. Іліп алдық. Барлық 6, соңғысын қосқан кезде шетіндегісін. Мына неміз бүйтіп етеміз. Маркерімізді мына жағына өткіземіз де келесі. 2 сол, 2 оң. Осылай аяғына дейін ешқандай өзгеріссіз тоқи береміз. Осы қатарда ешқандай өзгеріс болмайды. Аяғына дейін тоқып шығамыз осылай. Міне осылай тоқи береміз. Міне мен үшінші қатардың соңына келіп бітірдім, міне оңмен. Келесі төртінші қатарда бізде өзгешелік бар. Әр төртінші қатар сайын бізде екі ілмек қосылып отырады. Мына жерде қазір сол болып басталып тұр ғой, мына жерде. Енді 3 қатар сол тоқыдық. Келесіде 3 қатар оң тоқимыз осылай. Және де мына жерде 6 ілмек болмайды, мына жерде 8 ілмек болады. Мына 2 ілмек қосылады. Мына маркер мына жерде тұратын болады. Яғни әр 3 қатар сайын 2 ілмек қосылып отырады. Және де мына жердегі өзгеріп отырады осы жерлерді. Яғни мына жерде сол болды ма, келесі 3 қатар оң тоқимыз, 2 ілмек қосып. Келесі 3 қатарды тоққаннан кейін тағы да 3 қатар сол, одан ары қарай оң, сөйтіп кезектесіп кете береді. Енді 4-ші қатар міне. Іліп аламыз басын. Енді мына жерде сол тоқып тұрмыз, оң тоқимыз. 3 қатар оң. Яғни оң ілмек аламыз. 2, 3, 4, 5, 6. Міне алдыңғы 3 қатарда 6 ілмек сол болса, келесіде міне мына маркерді ала тұрамыз да, мына 2 оңды қосып 8 қыламыз. 8 болды. Енді қайта маркерімізді ілеміз. Әрі қарай ешқандай өзгеріссіз сол тоқимыз, оң тоқимыз. Осылай мына шетінде мына ілмекке дейін, мына жерге дейін мына 2 оңды қоспаймыз. Осы жерге келгенде маркерімізді осы жерге қойып, соңғыларын оң ілмек қылып тоқимыз. Мына жерде міне. Енді оң резинканың оң ілмектері басталды. Енді осыдан кейін 2 қатар 2 оң тоқимыз. Келесі қатарларда қазір көрсетем оны. Еш қиындығы жоқ. 2 сол, 2 оң, 2 сол. Осылай аяғына дейін тоқып шығамыз. Ешқандай өзгеріссіз. Міне 4-ші қатардың соңына келіп қалдым. 2 сол,
Енді мына жерде мына басында 8 ілмек алдық қой. Сол сияқты мына соңында да 8 ілмек аламыз. Мына 2 ілмекті жай мына жаққа бізге іле тұрамыз да, маркер шығарып аламыз. Қайтадан мына бізге өткіземіз да, маркерді мына жерге қоямыз. Енді ары қарай 2 оң, мына жерде сол тоқып тұрса, ары қарай оң тоқимыз бұл жерде. Мына жерде 3 қатар сол. Енді 3 қатар оң тоқылу керек бұл жерде. Оң. Ең соңғысын барлық жерде сол тоқимыз. Яғни мына екі жағынан жіп көбейіп отырады. Мына жерде 8 болды ма? Енді осыдан кейін 2 қатар ешқандай өзгеріссіз тоқимыз. 5-ші, 6-шы қатарды ешқандай өзгеріссіз. Мына жағында оң болып тұрса, былай айналдырып тоқығанда сол болып шығады. Бұл жағын ешқандай өзгеріссіз сол болып шығып тұр ма? Сол күйінде тоқимыз. Ары қарай аяғына дейін тоқып шығамыз. Келесі 6-шы қатарды былай айналдырамыз ғой. Осылай айналдырғанда мына жағынан оң болып шығып тұрады. Оны оң қалпында тоқи береміз. Яғни 5-ші, 6-шы қатарды ешқандай өзгеріссіз тоқимыз. Сонда әр 4 қатар сайын, 3 қатар сайын 4-ші қатарда 2 ілмек қосылып отырады. Мына жерде міне 1-ші қатар кетті сол. Енді осыдан кейін 2 қатар сол болу керек. 5 пен 6-ны ешқандай өзгеріссіз тоқимыз. Ары қарай 7-ші қатарда мына жерде 8 ілмекке тағы 2 ілмек қосылады. Мына жерде міне осылай 2 ілмек қосылады да ары қарай оң тоқылады. Яғни мына жағы ешқандай өзгеріссіз тоқылады ортасы. Мына екі жақ шетінде ғана ауыстырып отырамыз. Мына жерінде сол оң болса, келесінде 3 сол, келесінде 3 оң, келесінде 3 сол. Осылай үлкейе береді, былай ұзара береді. Міне, мына шапкадан көрсетейін сіздерге. Мына шапкадан көрсетсем, міне, ортасындағы 2 оң, 2 сол деген бұл ешқандай өзгеріссіз тұра береді. Ең басында 3 қатар оң алдым. Мен мына шапканы 3,5 номерлі спицемен тоққам. Және жіптеу басқа. Сондықтан екеуінің несі үйдеспей тұрған сондықтан. Мына қазір тоқып жатқан жібім менің кішкене қалыңдау. Мына жіп шамалы жіңішкелеу болған. Күзге арналып тоқылған бұл. Міне, осылай басталады. Одан қарап отырсаңыздар, міне. Енді 3 сол тоқимыз мынандай қылып. 3 сол кетеді. Одан 3 оң, міне, оң мен оң тоқылған. Сол мен сол тоқылған, міне. Оң қатармен, міне, оң қатармен оң тоқылған. Осылай 2-2 ілмектен көбейгенде осылай мына жағы ұзарады былай, мына жағы былай биіктей береді. Онда әдемі осындай узор шығады. Былай ашсаңыздар өз көрініп тұрады. Не, сол мен сол жағы тоқылған, оң мен оң жағы тоқылған. Осылай әдемі узор шығады. Енді 5-ші қатарды тоқимыз. 5-ші қатар ешқандай өзгеріссіз. 1-ші ілмекті жай іліп аламыз. Келесіде сол тұр ғой. Сол ілмекті тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Маркерді қойып қоятын, сондықтан мен шатас кетпес үшін 8 ілмек сол тоқыдық. Енді ары қарай 2 оң, 2 теріс қайталана береді. Келесі соңына дейін 8 ілмек қалғанша. Соңғы 8 ілмекті мынау сияқты сол тоқимыз.
5 пен 6-шы қатар ешқандай өзгеріссіз осылай тоқи береміз. Тек әр 4-ші қатар сайын 2 жіп қосылып отырады. Аяғына тоқи береміз. Мына аяғына келгенше мына жерге дейін. Маркертен былай қарай 8 ілмек сол тоқимыз. Міне мен 5-ші қатардың соңына келдім. Маркерімді былай қарай ауыстырамын да, соңғы 8 ілмек сол. Осы 8 ілмек сол тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Қате алып жүрдім. Енді 6-шы қатарды тоқимыз. 6-шы қатарда мына жағынан ауыстырған кезде мына іш жағынан тоқығандағы сол ілмегіміз оң болып көрінеді. Міне оң 2 қатар болды. 1, 2, 3 қатар болу керек. Енді тағы да ешқандай өзгеріссіз тура осылай тоқып шығамыз 6-шы қатарды. 1-ші ілмекті жай іліп аламыз. Келесі 7 ілмек оң тоқимыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Міне соңғы ілмекті қосқан кезде 8 болады. Міне 3 сол, 3 оң шықты. Келесі аяғына дейін ешқандай өзгеріссіз 2 оң, 2 сол тоқып шығамыз. Міне мен 6-шы қатардың соңына келіп қалдым. 2 сол, 2 оң, сол. Соңғы 8 ілмекті оң тоқимыз. Міне, мына 2 оңмен қатарласып кеп тұр. Соңғысын солға аламыз міндетті түрде. Міне, біздің 6-шы қатарымыз бітті. Осылай болып шығып келе жатыр. Осылай болып кетеді. Келесі 7-ші қатар. 7-ші қатар осы жақтан басталады. 7-ші қатарда енді бізде міне 3 сол қатар тоқылды. Енді бұдан кейін 3 оң тоқуымыз керек. Яғни енді оң ілмекті іліп аламыз. Біріншісін жай іліп аламыз. Келесіде оң ілмектер ілеміз. 3, 4, 5, 6, 7, 8 болды міне. 8 болды. Енді мына маркерді ала тұрамыз да 2 ілмек қосамыз тағы да. 9, 10. 10 ілмек болды. Аяғына дейін ешқандай өзгеріссіз тоқи береміз. Мына аяғына келген кезде тағы да 2 оң ілмекті алып қаламыз да маркерімізді осы 2 оң ілмектің алдына қоямыз. Ары қарай аяқ жағында оң тоқимыз. Осылай әр 4 қатар сайын
тоқып отыратын боламыз. Яғни мынау міне осылай алды болып келеді ғой. Осылай тоққан кезде ең ортасынан мынандай 2 ілмек қалғанға дейін. Яғни мына жағында да маркер, мына жағында да маркер тұрған жерге дейін тоқимыз. Барлығын тоқып келген кезде мынандай ортасында 2 ілмек қалады ғой. Сол жерге дейін тоқимыз. Сосын бірге шапканың басын бекітетін боламыз. Әр 4-ші қатарда мына шетіне 2 ілмектен қосылып үлкейе береді. Міне, мынау сияқты үлкейе береді. Бізде міне осылай тоқып жатыр. Қазір біз мына жағынан бастадық. Міне 2 оң тоқу жағынан бастадық. Міне 2 3 оң, міне 3 оң тоқыдық басында. Былай көрсетейін сіздерге. Түсінікті болу үшін. Міне 3 оң тоқыдық. Мынада 3 оң тоқыдық. 3 сол кетті, 3 сол кетті. Енді міне оң қатар тоқиық деп атымыз. Міне оң тоқып бастадық. 3 қатар осылай тоқып шығамыз. Келесі тағы да сол тоққан кезде мына жерден тағы да 2 ілмек қосылады. Мына 2 ілмек мына жаққа қосылады. Сонда әр 3 қатар сайын осылай үлкейе береді. Міне осындай әдемі узор шығады. Осылай үлкейе береді. Міне басынан осындай 2 ілмек қалғанша, міне осы 2 ілмек қалғанша жаңағындай әдіспен тоқи береміз. Сондай әдіспен тоқи береміз. Мына жағы былай көтеріліп кетеді. Осындай әдемі шапка шығады. Оларға кидіруге өте ыңғайлы. Құлағын бәрін жауып тұрады. Байлай саласыздар. Егер тоқимын десеңіздер, өздеріңіз балапандарыңызға тоқып берулеріңізге болады. Және де мен сабағыма кедыдың тоқуын салып қойдым. Тіркеліп каналыма көре берсеңізде болады. Ең оңай тоқылатын кедыдың мастер-классын салып қойдым. Қазір мына жерге ссылкасын қалдырып кетемін. Бұл шапкада тез тоқылады. Және де балаға кидіргенде әдемі тұрады. Осылай тоқи бересіздер. Қазір аяғына келгенде сіздерге көрсетемін тағы да бір рет. Міне мен 7-ші қатардың аяқ жағына келдім. Мына 2 оң ілмек тоқымай тұрып, былай екінші бізге іліп алам да, маркерімді шығара тұрам. Қайтадан кері іліп, маркерді осы 2 оң ілмектің алдына қоям. Мына жерге қоямын да, келесі ілмектерді бірыңғай оң тоқимын. Міне, оң басталып тұр. Мына жерде 3 қатар сол бітті, енді оң тоқылу керек 3 қатар. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, келесі соңғысын оң. Міне, біздің 7-ші қатарымыз аяқталды. Келесі 8-ші қатарды тоқимыз. 8-ші, 9-ші қатар ешқандай өзгеріссіз, тура осы қалай тұр, осылай тоқыған кезде. Мына жағында сол басталып тұр ма, осылай сол тоқимыз. Осылай аяғына дейін тоқып шығамыз. Соңында да сол. Келесі жағына ауыстырған кезде мына жерде оң тұрады. Міне. Оң ілмек болып басталады келесі жағында. Міне. Осылай оң тоқимыз. 8 бен 9-ды ешқандай өзгеріссіз тоқып шығамыз. Келесі 10-ші қатарда жаңағы мына жерде 10 ілмек болды ғой. Келесі 10-ші қатарда 12 ілмек болады. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Әр 3 қатардан кейін 4-ші қатарда 2 ілмек қосылып отырады.
және де мына жерде 3 оң тоқылса, келесіде 3 сол, төртінші қатарда оңға ауыстырамыз. Ары қарай тағы да 3 қатар оң тоқимыз да, бесінші қатарда тағы да солға ауыстырамыз. Яғни мына жағы да резинка болып шығады, мына жанында резинка болып шығады. Осылай мына ортасынан 2 жіп қалғанша тоқи береміз. Міне, екі жақ жанынан да резинка болып шығады осылай. Міне. Тек қана ортасы ғана ешқандай өзгермейді шапканың. Бұл мына жері міне. Осы жері ешқандай өзгерсіз аяғына дейін тоқылады. Мына екі жақ шетінен 2 жіп қысқарып отырады. Осылай қысқарып, мына сияқты болып шығады. Қысқарып отырады, мына жағынан резинкасы ауысып отырады. 3 оң, 3 теріс, 3 оң, 3 теріс деп ауысып отырады. Осылай тоқи бересіздер. Қазір мен ортасына келгенде бір көрсетемін сіздерге. Міне қыздар, мен жартысынан көбін тоқып шықтым. Мына екі жақ шетінен міне қосқан 2 ілмегіміз көбейіп, мен 38 ілмекке келдім. Міне екі жағынан бірдей қосылып келатыр. Енді 3 рет қосатын қалды, қателеспесем. Міне 1 рет, 2 рет, 3 рет. Ортасындағы жіппен былай бекітеміз басын. Оң жағы міне осылай болып тұрады, жібі мына жақта тұрады. Осылай бекіткен кезде ортасынан оң ілмегіміз осылай қалады. Бекітеміз осылай. Тағы бір көрсетейін сіздерге. Міне мына жағына келіп тоқтаппын. Қараңыздар, 3 оң, 3 теріс, 3 оң, 3 теріс, 3 оң, 3 теріс. Міне 3 қатардан, 4-ші қатарда жіп қосып отырып тоқимыз. Міне менде солмен аяқталыпты. Енді оң тоқып бастаймын. Келесі 3 қатар оң тоқимын. Және де мына жерден тағы да 2 жіп қосамын. 4-ші қатарда 40 болады сонымен. 42, 44 пен бітіреміз. Тағы бір рет көрсетейін. Бірінші ілмекті жай іліп аламыз, бірінші ілмекті. Бірінші ілмекті жай іліп аламыз. Енді міне оң тоқып бастаймыз. 3 сол тоқылды, енді оң тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Міне осылай оң тоқ мына жерге дейін келеміз. Осы жерден мына 2 жіпті қосып аламыз. Маркерімізді ауыстырамыз сосын. Соңғы жағына келдім мен. Соңғы ілмекті оң тоқимын. Енді мына маркерді ала тұрам былай. Мына жердегі 2 ілмекті қосып оң тоқып жіберем. Қайтадан маркерді қоямын. Сонда 2 жіп қосылды. Әрі қарай мына жерге дейін ортасын ешқандай өзгеріссіз сол болған жерін сол, оң тоқыған жерін оң тоқып шығамыз. Осылай тоқимыз. Осылай тоқи береміз. Енді мына 2 жіпті былай іліп ала тұрамыз да, маркерді алып шығамыз. Қайтадан бізге өткізіп, маркерімізді осы 2 жіптің алдынан жібереміз. Яғни мына жақ шетіне де 2 жіп қосылу керек. Сол үшін 2 жіпті алдын ала қойдық. 2 жіптің алдынан жібереміз. Осы 2 жіптің алдынан жібереміз маркерді. Себебі мына жаққа да 2 жіп қосылу керек. Мына шетімен тең болу үшін. Бұл қатарда 40 ілмек болды 2 жағында да. Енді осылай аяғына дейін мына жерде де міне сол тоқылып тұр, жаңа бас жағында басталған сияқты. Енді оң тоқып бастаймыз 4-ші қатарда. Міне аяқ жағына келдім. Соңғы 1 ілмекті солғып аламыз. Барлық қатарда соңғы ілмектерді солғып тоқимын. Келесі жағын ауыстырамын. Келесі жағын ауыстырғанда жаңағына жағында оң тоқығанымыз, мына жағында сол болып көрініп тұрады міне.
осылай ешқандай өзгеріссіз сол тоқимыз бұл қатарында. Міне. Іліп аламыз екінші ілмектен бастап сол қып тоқимыз осылай. Осылай аяғына дейін енді ешқандай өзгеріссіз осылай қатар тоқимыз. Келесі мына жағында қайтадан оң қып тоқимыз. Ортасы ешқандай өзгеріссіз мына жағына келеміз. 3 қатар болады сонымен. Келесі қатарда тағы да 2 жіп қосамыз, 44 ілмек болып шығады. Сонымен тоқтаймыз. Мына ортасынан 2 ілмек қалғанға дейін тоқимыз өзіміз. Сосын тоқтаймыз. Одан кейін мына жағын бекіткен кезде сіздерге қосылып көрсететін боламын бекітуді. Осылай мына ортасына келгенше тоқып шығамыз. Тура ортасынан мына 2 жіп қалғанға дейін. Міне қыздар, мен біттім. Ортасында міне 2 ілмек қалды, 2 жағында маркер. Осылай болды міне. Енді біз мына нені, шапканы осы тура ортасындағы 2 ілмек бар ғой, осының ортасынан былай спицимізді шығарып аламыз. 2 жағын былай теңестіреміз. Осылай шығарып теңестіріп аламыз. Қазір енді біз бекітеміз. Міне осылай болып тұрады. Мына жібіміз осы жағында қалады. Мына оң жағы сырты болып кетеді. Осылай болып кетеді. Міне алды болады. Резинасы осылай тұрады. Бұлай бүктеген кезде мына жағын қазір біз бекітеміз. Осылай 2-ге бөліп алдық. Бітелестіріп. Мына жердегі маркерлерді алып тастауларыңызға болады. Бұл енді қажет емес бізге. Жібімізді бұлай ұзындау қиып аламыз. Бұлай өткіземіз. Бұлай осылай өлшеммен осындай қиып аламыз. Сосын мынандай тебененен көрсеттім ғой, мен жаңа басында осы тебененеге өткізіп аламыз. Енді мынаны бұлай бірдейлестіреміз де қазір шапканың басын бекітеміз. Осылай бірдейлестіріп қоямыз. Біздің жібіміз бер жақ спицада тұр. Біз ар жағынан бастап бекітеміз. Осылай қатар қоямыз жіпті. Мына арғы жағынан, мына жақтан былай ішінен кіргіземіз. Спицады тура ортасынан былай ішке қарай кіргіземіз. Осылай ортасынан ішке қарай кіргіземіз. Жібімізді тартып аламыз. Әзірше бұны шығармаймыз, осылай тұрады біздің бойында. Келесі спицадан тоже ортасынан ішке қарай кіргіземіз. Болды. Бұны да тартып аламыз. Осылай тартып аламыз. Тағы да екінші спицаға барамыз. Міне. Ортасынан кіргіземіз бізді. Шығарамыз. Бұны суырып аламыз. Келесі сол бізден ішінен сыртқа қарай жібереміз. Міне былай. Біз көріп тұрсыздар ғой, осы бізден ішінен сыртқа қарай жібереміз. Міне. Болды. Жіпті тартамыз енді. Тартамыз. Бұл спица тұрады. Енді келесі спицаға барамыз. Келесі спицада сыртынан ішке қарай кіргіземіз. Міне былай. Басында қалай кіргіз, осылай кіргіземіз де жіпті суырып аламыз. Келесі іштен міне ішінен сыртқа қарай шығарамыз. Міне былай. Міне іште тұр ғой. Ішкі жағынан сыртқа қарай шығарамыз да жібімізді суырып аламыз. Міне осылай бекей береді. Келесі бізге барамыз. Келесі бізге барған кезде тағы да сырттан ішке қарай кіргіземіз. Міне сыртынан ішке қарай кіргіземіз де бізден жібіміз суырып аламыз. Іштен ішінен сыртына қарай шығарамыз. Міне осылай. Сосын тартып аламыз жібімізді.
тартып аламыз. Келесі бізде тағы да бірінші ілмекті сырттан ішке қарай міне. Сыртынан ішіне қарай кіргіземін. Ішіне қарай кіргіздім. Жібімді суырып алам. Келесі ілмекке суырып алдым. Келесі ілмекті ішінен сыртына қарай міне. Ішінен міне. Сыртқа қарай шығарам міне. Осылай соңына дейін бекіте береміз. Бір-екі рет істегеннен кейін қолдану жаттығып кетеді. Жаттап аласыздар. Келесі біздегі ілмекті сырттан ішке қарай міне. Ішке қарай кірдік міне. Ішке қарай кіргіземіз де жібімізді бізден шығарып аламыз. Одан кейін ішінен қайтадан сыртқа қарай шығамыз міне. Осылай сыртқа қарай шығамыз. Қаттырақ тартамыз. Бұл біздегі тұрады. Келесі бізге барамыз. Келесі бізде де бірінші жіпті, ілмекті суырып аламыз міне. Сырттан ішке қарай, ішке қарай кірді. Бұны суырып аламыз да, енді ішінен міне, ішкі жағынан сыртқа шығамыз міне. Осылай сыртқа шығамыз. Жібімізді тартамыз қаттырақ. Осылай аяғына дейін қайталай бересіздер. Сырттан ішке қарай кіреміз, міне осы жерден кіреміз де жібімізді бізден суырып аламыз. Қайтадан іштен, ішкі жағынан сырт жаққа қарай шығамыз былай. Жібімізді тартамыз. Бұл ілмек тұрады. Қазір келесі келгенде бұны шығарып аламыз. Міне мына жақтан келеміз тағы да. Сыртынан ішіне қарай кірдік міне. Ішіне қарай кіреміз да, суырып аламыз да, іштен сыртқа қарай шығамыз міне. Ішінен сыртына қарай шығардық. Осылай шығарып, аяғына дейін кете бересіздер. Осылай болып бекет міне. Ешқандай білінбей кетеді. Арасы оң болып тұр. Екі солдың арасы оң болып бекет. Міне мен соңғы жағына келіп қалдым. Тағы да сырттан кіргіземін. Іштен сыртқа шығарамын. Келесі бізде ішіне қарай кіргіземін де. Бұл ілмекті шығарып алып, іштен сыртқа қарай шығарамын. Тағы да сырттан ішке қарай кіргізіп, суырып аламын. Іштен сыртқа қарай шығарамын. Сыртынан ішіне қарай кіргіземін да, петляны бізімнен шығарып аламын. Келесі ішінен сыртқа қарай шығарамын. Екеуінде екі ілмек қалды. Сырттан ішке қарай кіргіземін. Сырттан ішке қарай кіргіземін, қазір көрсетемін. Шығарамын осылай. Енді мына жағында да ішке қарай кіргіземін де сыртына қарай шығарамын. Мына жақты бүйтіп кіргіземін. Бұл осымен біздің бекітпеміз бітті. Міне, осындай әдемі шапка шығады. Енді мына инемізді суырмай тұрамыз. Осы жерден ішіне қарай кіргізіп жібереміз мына жібімізді. Ашамыз да мына ортасынан білдіріп ішке қарай бүйтіп кіргізіп жібереміз. Ішіне қарай кіргіземіз де бүйтіп тартып аламыз ішке қарай.
ақырын кіргіземіз. Шөден кіргізіледі. Осындай әдемі шапка шығады. Ана жібімізді былай арасына өткізіп жібереміз. Бір түйіншектеп аламыз. Бір түйіншектеп аламыз да. Мыналардың арасына бүйтіп тоқылған ілмектердің арасына білдіртпей қосып жібереміз. Бүйтіп арасына бүйтіп өткізіп жібереміз. Білінбей қалады. Міне осылай өткізіп жібереміз. Тағы кішкене өткізіп жіберуге болады. Осындай нелердің арасына өткізіп жібереміз. Не болды? Білінбей қалды. Енді мына жіпті қайшымен қиып тұтаймыз. Болды. Осымен біздің шапкамыздың өзі дайын болды. Міне. Алды осы, мына арты кішкене осылай шығып тұрады. Міне, осылай болып тұрады. Егенде бұлай тұрады. Қазір енді біз мына шапкаға бауын тоқимыз. Енді бұл шапканың мына жақ жиегін тоқимыз. Мына жақ жиегін, және екі жағына шығып тұратын екі бауын тоқимыз. Мына шапкадағы сияқты міне. Бау мынандай жиектерін тоқимыз, әдемі болып тұру үшін. Ол үшін мынандай спицияны қолдануға болады, бірақ маған бұл ыңғайсыздық тудырады. Сондықтан мен мынандай шұлық тоқитын осындай бізді пайдаланамын. Бұның номері 375. 4-ші номері жоқ болғандықтан мен 375 номермен тоқимын. Ол ештеңе етпейді. 4-ке жақын. Енді былай бізді аламыз да, мына жағына кішкене қысқалап аламыз. Бастапқыда көрсеткен сияқты жібімізді былай іліп аламыз. 2 шықты. 3, 4. Енді былай қаратамыз да, бұл жерде басынан аяғына дейін оң тоқимыз. Бірінші ілмектен бастап тоқимыз бұл жерде. Бірінші ілмекті аламыз да оң тоқимыз. Осылай іліп аламыз оң қып. Келесі ілмекті де оң қып тоқимыз. Аяғына дейін. Оң. Тағы да оң. Босатып алуыңызға болады. Бастапқыда қиын болады. Соңғысында оң тоқимыз. Сол тоқымаймыз, соңғысында оң өстіп іліп аламыз. Енді жаңағы біздің ыңғайсыз дегенім осыда міне. Осылай тұрған бетте, міне осындай біз пайдалансаңыздар, бұны былай қарай итере саласыздар. Басы міне осы жақ болып саналады. Мына жақ бетіп айналдырып әкемейсіздер басын. Бұлай айналдырып әкемейсіздер. Осы қалпында тұрады, бұлай қарай айналдырып өтке саласыздар. Басы міне осы жақ. Мына жақта бұл жіп тұра береді, бірақ басы осы жақ келесі. Бұлай бер жақ қабырғасына әмемізді, мына жақтан жіп тартамыз. Осылай іліп аламыз. Сосын мына кішкене тартамыз. Сонда арт жағындағы мына жақтан оң тоқыдық қой. Бұл мына жағынан қарағанда сол болып көріну керек тұғын. Мынаны бүйтіп жіп тартқанда бұл бүйтіп домаланады. Тағы да оң тоқимыз. Тағы да оң. Ең соңғысында оң ілмек тоқимыз осылай. Оң ілмек тоқып аламыз. Міне осылай тұрады. Тура осылай тұрған бетте бізімізді былай қарай итере саламыз. Басын тағы да
тоқи береміз осылай. Мына бер қабырғасынан аламыз. Бергі қабырғасынан аламыз да мына жіпті тартыңқырап тоқимыз осылай. Міне, шығарып аламыз. Тағы да келесі ілмекті шығарамыз. Тағы да шығарамыз. Соңғысын тағы да оң тоқимыз. Бер жақ қабырғасынан аламыз да оң тоқимыз. Осылай тоқи береміз. Бас кезінде ыңғайсыз болуы мүмкін. Мына жағын бет тартып әкеп, мына спицаға ілеміз. Тағы келесі ілмек тағы да оң тоқимыз. Келесі ілмек тағы да оң. Соңғыны тағы да оң тоқимыз. Осылай тоқи береміз. Мынаны тартып әкеп, басына келеміз былай. Келесіде тағы да тартамыз. Тағы оң тоқимыз. Соңғысында оң тоқимыз. Осылай тұрған бетте жібімізді былай қарай итереміз де мына жақ басына бастай береміз. Сонда біздің бауымыз міне былай арты осылай болып шығады. Міне ішкі жағындағы сол болып шығатын жері көрінбейді. Осылай бау сияқты болып домаланып шығады. Міне осылай. Мына жағы біздің қазір тоқып атқанымыз осылай. Міне осы қалпында тоқып атымыз. Арты мынандай әдемі болып шығады. Егер мына жақ шеткі жағын тартсаңыз, жіпті міне осылай тартылып әдемі болып шығады. Ішкі жағы көрінбей қалады. Теріс жағы. Осылай тоқимыз. Бұл баудың ұзындығы 20 сантиметр болу керек. Негізі өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, бірақ мен 20 сантиметр тоқимын. Тағы да іліп алдым. Келесі ілмек тағы да. Соңғысын тағы да оң алам. Осылай аяқтадым ғой. Аяқтаған кезде бізімізді осылай қарай итереміз де мына жақ басынан қайтадан бастай береміз. Сондықтан мен осындай шұлық тоқимын, бізді ыңғайлы деген содан. Арты осылай білінбей қалады. Домалақтанып келеді бұлай. Осылай 20 сантиметр тоқып шығамыз. Егер де сіздің жібіңіз жіңішке болса, мына 4 петлядан артық алуыңызға болады. 5 немесе 6 оқты алуыңызға болады. Менің жібім қалыңдау, сондықтан 4 петля жетеді. Осылай 20 сантиметр тоқып шығамыз. Міне мен 20 сантиметр тоқып шықтым. Арты осылай дөңгеленіп шығады екі жақ жағын. Мен бұны линейкаға өлшеп отырып тоқыдым. Тура 20 сантиметр шықты міне. 20-дан сәл ғана асады, ол ештеңе етпейді. 20 сантиметр. Енді бұл бауды қоя тұрамыз. Осылай қоя тұрамыз да келесі жаңағы спицимізді аламыз. Мына спициді аламыз да міне шапка осылай тұр ғой міне. Осылай тұрғанда мына жақ шетінен бастап міне. Осы жақ шетінен міне. Шетінен бастап ілмектер іліп шығамыз. Ең шетін мен мына осы ілмектен аламын. Шетін осы жанындағы ілмектен аламын. Келесі шетінен бастап мына бер жақ бір қабырғасын алып отырамын осылай. Тоқылған резинкалар бар ғой, 3 қатар тоқыдық қой. Мына жерден 2 ілмек, мына жерден 2 ілмек, мынадан осылай аяғына дейін әр 3 қатардан 2 ілмектен алып отырамыз. Мына тек қана мынандай шет жағындағы мынандай ілмектен алмаймыз мынандай. Бұдан алмаймыз. Егер бұдан алсақ, мына бау тоққан кезде мына жер бай тесік болып қалуы мүмкін бүйтіп. Былай. Осылай тесік болып қалады. Сондықтан бер жағындағы ілмектен аламыз. Міне екеу алдық. Шетіндегі оң
тоқылғаннан. Келесі сол қатар тұр ғой, сол тоқылған полоскамыз тұр ғой, осыдан 2 ілмек аламыз. Шетінен біреу, келесі шетінен мына жерден екіншісін аламыз. Келесі оң тоқылған полоска осыдан не? Бер жақ шетінен білдіртпей біреу аламыз. Мына шетінен былай біреу алып аламыз. Келесі солдан біреу, бер жақ қабырғасын аламыз. Мына шеті осылай тұра береді, міне осылай болып. Екіншісін аламыз. Біреу, екеу, біреу, екеу, міне. Осылай аяғына дейін алып шығасыздар. Міне қыздар, мен өткізіп алдым. Әр полоскадан 2 ілмектен өткізіп алдым, міне. Мынадан екеу, мына жерден екеу, мына жерден екеу. Осылай аяғынан өткізіп шықтым, міне. Енді бізге мына бауымызды мынаған жалғауымыз керек. Ол үшін мына ілмектегі екінші жағымен тартамыз, былай кішкене тартып бас жағына әкелеміз. Мына біздегіні мына осы негізгі бізге іліп аламыз. Осылай іліп аламыз да, мынау әзірше бізге керек жоқ енді. Енді былай жасаймыз. Түзіп алдық қой. Осылай екінші жағына осы бауымызды өткізіп алдық. Енді мына соңғы бізімізді тарқатамыз. Тарқатамыз да былай босатамыз. Соңғысы мына ілмекке бүйтіп өткіземіз де. Осылай тұрады ғой, міне. Осылай тұрғанда мына жерде 3-еу, мына соңғысы мына бізге өткіздім мен, тоқымай. Не 3 бізден кейін жібіміз осы жерде тұр. 4-ші бізді мына басындағы бір ілмекпен бірге, екеуін бірге оң аламыз. Осылай оң аламыз, міне. Оң алым шықты. Енді қайтадан мына бізге барлығын өткіземіз. Алдындағы 3 ілмекте осы бізге өткіземіз. Міне. 3 ілмекті қалдырдым да, 4-шісін тоқымай мына шапканың 1-ші ілмегіне екеуін бірге оң алдым. Енді осылай тұрған бетте тағы да жаңағы бау тоққан сияқты 3 ілмек тоқимын. Міне тартамыз былай. 1-ші ілмегім кетті. 1-ші ілмек кетті. 2-ші ілмекті тоқимын. 3-шісін тоқимын. Так, 4-шісі, міне 4-ші ілмек бөлек тұр ғой. Осымен мына шапкадағы ілмекті екеуін бірге, міне. Осы екеуін бірге оң тоқимын, осылай аламын да. Оң тоқып екеуін бірге жіберем, міне. Енді тағы да 2-ші бізге өткіземін қайтадан. Өткізіп алдым, міне. Тағы да бау сияқты. Бастапқысы міне тартып аламыз да, тоқып аламыз. Тағы да 3 ілмек тоқып аламыз. Негізі бау 4 ілмектен тұрады ғой. Осы бастап 3-еуін іліп аламыз да. 4-шісін мына 4-шісі мынау жаңағы іліп алған, әр полоскадан іліп алған 2 жіп бар ғой. Соны әр қайсысын 4-шісімен бірге, екеуін бірге тоқимыз. Екеуін бірге оң аламыз. Осылай оң аламыз да суырамыз. Енді тағы да 2-ші бізге, мына бізге қайтадан 4-еуін өткіземіз. Осылай 4-еуін қайтадан өткіземіз де.
Тағы да бастап үш ілмекті оң тоқимыз, міне мына жағынан бастап. Мынаны қатты тартамыз былай. Бау тоққан сияқты. Тартамыз. Бір ілмек кетті. Екінші ілмек және үшінші ілмек. Үшеуін тоқыдық қой. Енді міне төртіншісі жеке тұр. Осы төртпен мына шапкада жаңа екі-екіден алдық қой, екі ілмектен. Осы екеуін бірге оң тоқимыз. Міне, сосын екеуін қайтадан жібереміз. Тағы да өткізіп алдық, міне. Сонда әдемі болып мынаған осылай жалғасып, мына мойны шығады, мына жағы. Мына мойны осылай шығады. Біз қазір мына жерден бастап тоқып жатырмыз, міне. Осы жерден жалғадым, міне. Міне осындай әдемі болып шығады, шеті жиектеліп осылай әдемі болып шығады. Мына жақ шетінен әр петляны қысқартып шығамыз. Жаңа төртінші петлямен мына екі-екіден алдық қой, әр қатардан екі-екіден алған әр петляны төртіншімен бірге, екеуін бірге алып, бір-бір жіптен қысқартып шығамыз. Басып келатыр осылай. Аяғына дейін, мына шетінен бір-бір ілмекті қысқартып, аяғына дейін осылай тоқып шығамыз. Мына шетіне дейін тоқып шығамыз. Мына жерге дейін. Сонымен біздің жиегіміз өтеді, ары қарай мынау сияқты 20 сантиметр бау тоқимыз. Егер де сіз мына бауда 5 ілмек немесе 6 ілмек алсаңыз, 5 ілмек алсаңыз, осылай төртеуін тоқисыз да, бесіншімен мына бесіншіні аласыз, сосын мына біздің бойындағы бір ілмекті қосып, екеуін оң тоқисыз. Сол сияқты 6 ілмек алсаңыз да солай, бесеуін тоқып, алтыншысын және мынадан бір ілмек қосып, екеуін бірге оң тоқып, мына жақтағы ілмектерді қысқарта береміз бір-бірден. Бұл жер түсінікті, өте әдемі шығады шапка. Міне мен соңғы жағына келдім, айналдырып әкелдім, міне тоқыдым. Ішкі жағым осындай әдемі болып көрініп тұрады. Осылай. Соңғы ілмек қалды. Оң тоқиым. Келесісін тағы да оң тоқиым. Үшеу. Соңғысын бірге, мынамен бірге оң тоқып шығамын. Міне болды. Осылай оң тоқып шығамыз. Міне соңғысын бірге, екеуін оң қып алдым. Енді қайтадан мына мынандай осындай шұлықтың бізіне ауыстырам. Себебі енді қазір негізгі бізіміз аңғайсыз. Шұлықтың бізіне ауыстырып аламын. Осылай қайтадан тартамыз, оң тоқимыз. Тағы да оң. Барлығын оң тоқып шығамыз. Соңғы ілмекті де оң тоқимыз. Осылай жаңа бастапқыда біз 20 сантиметр тоқыдық қой, мына жерді. Осылай мына жағында 20 сантиметр тоқып шығамыз. Міне мен бауды 20 сантиметр тоқып болдым. Екеуі бірдей болды. Енді мына баудың басын бекітеміз. Ол үшін мына бастапқы тұрған екі ілмекті осылай қатар аламыз. Қатар оң тоқимыз. Екеуін қатар алып тоқимыз. Барлығы 4 ілмек қой, соны екеуін бірге аламыз. Екеуін бірге алдым, босатып аламыз. Мына жақта екеу қалды, мына жақта біреу. Қайта мына біреуді қосамыз мынаған, үшеу қылып. Тағы да екі ілмек қатар аламыз. Осылай екі ілмекті қатар аламыз тағы да. Тағы мынаған қосамыз. Соңғы екеуін
бірге аламыз. Міне, осымен біздің неміз бітті. Бұлай кішкене созып аламыз да қайшымен қиып тастаймыз. Осымен біздің шапкамыз бітті. Мұнан аламыз да қазір ішкі жағына былай алып ілмек бізбен ішіне қарай жасырып тастаймыз. Бұлай бір түйіп аламыз, тарқатылып кетпес үшін. Одан кейін ішіне қарай білдіртпей жасырамыз. Осылай жасырып тастаймыз. Білінбей қалады бұл ішкі жағынан. Ішіне кіргізіп жібереміз. Кіргіземіз да қайтадан қиып тастаймыз. Біздің бауымыз дайын болды. Екінші баудың да басын солай мынандай ішкі жағына кіргізіп тастаймыз, білдіртпей. Осылай аламыз да осылай білдіртпей кіргізіп жібереміз осылай бас жақтарына. Тағы да қиып тастаймыз. Өзі қысқа екен, ана арасына кіргізуге болады былай. Осылай арасына кіргізіп жібереміз. Мына жерін тағы да қиып тастаймыз. Мына жерде біздің ішке қарай кіргізіп аламыз былай. Бір түйіп аламыз. Тарқатылып кетпес үшін тағы да мынандай екі ілмек бар ғой. Жаңа шетінде тұрған. Сол екеуінің арасынан өткізіп жібереміз. Мына екі ілмектің арасынан. Осылай өткізіп тастаймыз. Болды. Осымен қиып тастаймыз. Міне біздің шапкамыз дайын болды. Шығады. Ішкі жағы осындай әдемі болып шығады. Осылай тұрады. Бір жасқа дейінгі балаларға, бір жастан асқанда да киюге болады. Себебі былай басында айтқанымдай былай созыла береді. Өте әдемі, ыңғайлы балаларға кидіруге. Құлағын бәрін жауып тұрады. Сіздер де тоқысаңыздар, сіздерге сәттілік тілеймін. Видеоның соңына дейін көрсеңіздер, менің каналыма тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Сонда менің каналыма шыққан әр жаңа видеоны көріп отыратын боласыздар.